Бүгінгі тақырып биосфера туралы түсінік. Яғни биосфера дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл тірі ағзалар таралған және олардың әсерінен өзгеріске ұшыраған жердің қабығы. Есте сақтаймыз. Яғни тірі ағзалар таралған және олардың әсерінен өзгеріске ұшыраған жердің қабығы. Бұның алдында литосфера, гидросфера, атмосфера қабықтарын өткен болатынбыз. Енді бүгінгі төртінші жер қабығы бұл биосфера. Енді биос деген сөздің өзі грек тілінен аударғанда тіршілік, сфера, яғни қабаты деген сөз. Тіршілік қабаты егер тікелей аударатын болсақ. Жалпы жер бетінде тіршілік осыдан 3 миллиард жыл бұрын пайда болған екен, есте сақтаймыз. 3 миллиард жыл бұрын. Ал шамамен 400 миллион жыл бұрын тірі ағзалар жер бетіне шыға бастаған екен. Яғни биологиядан өткен болсаңыздар, эволюция теориясын, судан, судағы тіршілік етіп жатқан тірі ағзалар құрыққа шығып, 400 миллион жыл бұрын сөйтіп құрыққа тарай бастаған екен. Алдарыңызда Вернадский деген ғалым жалпы биосфера, биосфера ұғымы, жердегі тіршілікті зерттеген ғалым бұл кісі. Бұл кісі тірі ағзалардың жалпы жердегі тіршілік үшін маңызының зор екендігін зерттеген және бұл тіршілік иелерінің жерге алып келетін өзгерісі бүкіл, яғни жалпы жерде болатын өзгерістерге тіршілік иелерінің, тірі ағзалардың тікелей қатысатынын анықтады. Мысалға, жан-жануарлар, өсімдіктердің, жалпы адамның әсерінен жалпы біздің жер бетіндегі тіршілік өте қатты өзгеріске ұшырайды екен және оған тікелей байланысты екен. Вернадский есімін сақтап алыңыздар. Енді өсімдіктердің, жалпы тірі организмдердің басты қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ол ең бірінші көбейгіштігі және бейімделгіштігі. Есте сақтаймыз. Тірі ағзалардың ең басты қасиеті екеу. Ол көбейгіштігі және жаңағы айналадағы ортаға бейімделгіштігі, адаптация дейді ғой. Енді көбейгіштігіне келетін болсақ, кез келген тірі организм көбейеді, ең басты қасиеті. Және бір ерекшелік, неғұрлым организмнің, тіршілік иесінің размері дейді, өлшемі кіші болса, мөлшері кіші болса, соғұрлым ол тез көбейеді екен. Мысалға, бактерияларды алып қарайтын болсақ, бүкіл дүние жүзіндегі мұхитты толтыру үшін бір бактерияға бар болғаны 108 сағат қажет екен. Бүкіл әлемдегі мұхиттарды толтыру үшін бар болғаны 108 сағат қажет екен. Әрине, егер кедергілер болмаса. Не болмаса, біздің планетамыз секілді шардың көлемді толтыру үшін диатемия деп аталатын балдырларға бар болғаны 8 тәулік қана қажет екен. Яғни организм неғұрлым кіші болған сайын, соғұрлым өте қатты көбейеді екен. Мысалға, бір тәулікте бір бактерияның беретін ұрпағы бір үлкен пілдің 2000 жылда беретін ұрпағының салмағына тең болады екен. Егер әрине кедергілер болмағанда. Әрине кедергілердің болуы бұл бактериялардың көбеюін тежеп отырады екен. Екінші бір қасиет, ол жаңа айттым, бейімделгіштігі. Яғни тірі ағзалар біз атаған жер қабатының үшеуінде де кездеседі екен. Атмосферада, литосферада және гидросферада кездеседі екен. Атмосфераның озон деп аталатын қабаты, яғни стратосферадағы озон деп аталатын қабатына дейінгі жердің бәрінде тіршілік, тірі ағзалар кездеседі екен. Сіздер білесіздер, атмосфераның төменгі қабаты тропосфера, екінші қабаты стратосфера деп аталады. Сол стратосфераның төменгі қабатында озон қабаты орналасқан. Яғни озон қабаты, сіздер білесіздер, күннің ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Міне сол озон қабатына дейінгі жердің барлығында тірі ағзалар кездесуі мүмкін екен.
ал мынау нелер желдің әсерінен бактериялар тіпті мынау 20-22 километрге дейін кездеседі екен. 6 километр биіктікте ғалымдар әртүрлі жаңағы көбелектерді, әртүрлі жаңағы паук дейді ғой, шаяндарды кездестірген екен. Ал енді мынау суға келетін болсақ, гидросфераға келетін болсақ, гидросфераның ең төменгі, ең терең қабатына дейін кездескен екен бактериялар, ғалымдардың есептеуі бойынша, зерттеуі бойынша. Бірақ негізгі тереңдік ол 200 метрге дейінгі тереңдік екен гидросферадағы. Ал литосфераға келетін болсақ, литосфераның негізгі беткі қабатында орналасқан көбіне тіршілік иелері, бірақ олардың жаңағы топырақ, литосфераның жаңағы 4 километрге дейінгі тереңдікте бактериялар кездестірген екен. Сіздер білесіздер, неғұрлым тереңдеген сайын жаңағы жердің астында температура жоғарылайды. Міне осы температураның жоғары болуы бұл тірі организмдердің таралу шекарасын шектейді екен. Бірақ есте сақтаймыз, 4 километр тереңдікке дейін ғалымдар бактериялар тапқан екен. Яғни литосфераның жоғарғы қабаты, гидросфера және атмосфераның төменгі қабаты, озон қабатына дейінгі аралық, бұл мынау тіршіліктің таралу аймағы болып табылады екен. Яғни осы үш жаңағы неде қабатта тірі ағзалар өмір сүре алады екен. Есте сақтаймыз. Яғни осы тірі ағзалардың шекараларына әсер етуші ең негізгі фактор ол ультракүлгін сәулелердің жоғарғы шегі және жер қойнауындағы температура. Міне осы жаңағы тірі ағзалардың шектейтін факторлар. Енді мынау тірі ағзалардың бір-біріне байланысына келетін болсақ, және биоценоз деген ұғымға келетін болсақ, биоценозды айтпас бұрын, жалпы мына жер бетіндегі тірі ағзалар бір-бірімен өте тығыз байланыста екенін ескеруіміз керек. Мысалға, бұл байланыстың ең негізін өсімдіктер құрайды. Өсімдіктер білесіздер, арнайы фотосинтез процесі арқылы мына күн сәулесінен өзіне қажетті элементтерді алып, ауаға оттегіні бөліп шығарады және өзіне қажетті элементтерді сіңіреді. Бұл оттегімен барлық тірі ағзалар демалады, оның ішінде адамда бар. Жаңағы әртүрлі жәндіктеріміз, әртүрлі жаңағы жан-жануарларымыз осы өсімдіктермен қоректенеді. Ол жануарлардың өзін жейтін жыртқыш жануарлар бар, сонымен қоректенетін. Одан кейін ол жануар мен өсімдіктің қалдықтары өлгеннен кейін, қурағаннан кейін әртүрлі микроорганизмдер, бактериялар, саңырауқұлақтар оларды жаңағы түгел қайта қорытып, олар табиғатқа қайта айналымға енеді екен, әртүрлі жаңағы пайдалы элементтер арқылы. Яғни тураны су айналымы секілді, мынау табиғаттағы тіршілік иесі де әрқашан айналымда болады екен. Енді биоценоз деген ұғымға келетін болсақ, биоценоз табиғат жағдайлары біртекті алқабын мекендейтін өсімдіктер, жануарлар мен микроағзалар бірлестігі. Яғни тікелей аударатын болсақ, био дегеніміз тіршілік, ценоз дегеніміз ортақ. Яғни тіршілігі ортақ тірі ағзалардың жиынтығы, бірлестігі. Оған мысалға мына даланы, орманды, көлдерді, өзендерді, мұхиттарды, теңіздерді алуға болады. Яғни орманның өзінің биоценозы болады екен, даланың өзінің биоценозы болады екен. Мысалы, мына суретте даланы мекендейтін тірі ағзалардың биоценозы көрсетілген. Қарап отырсаңыз, мынау арнайы далада өсетін өсімдіктер бар. Ол өсімдікпен қоректенетін әртүрлі жәндіктер, әртүрлі кеміргіштер бар, әртүрлі жануарлар бар. Ол кеміргіш, ол жануарларды жейтін жыртқыш аңдарымыз бар, жыртқыш құстарымыз бар. Олар бір-бірімен тығыз байланыста болады екен. Яғни дала биоценозының тіршілік иелері бір-бірімен тығыз байланыста болады екен. Не болмаса, көлдегі биоценозды мысалға келтіретін болсақ, көлдің өзінің көлде өмір сүретін өсімдіктері, балдырлары бар. Ол өсімдік балдырлармен қоректенетін әртүрлі жәндіктер, әртүрлі балықтар бар. Қосмекенділерді де көріп тұрсыз бұл жерде. Ол балдырлар не болмаса, ол суда тіршілік ететін балықтармен қоректенетін құстарымыз, жан-жануарларымыз бар, және олар бір-бірімен
тығыз байланыста болады. Яғни биосфера туралы негізгі түсінік осындай. Тыңдағандарыңызға рахмет.